Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қыстық өте тойымды әрі тез дайындалатын салат әзірлейміз. Қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен саңырау құлақтарды жуып, видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Келесі кезекте тұздалған қиярды ұзынша етіп кесеміз. Енді қызып тұрған табаға май құйып, саңырау құлақтарды қуырамыз. Олар қуырылғанша піскен тауықтың етін тураймыз. Енді піскен жұмыртқаларды сары уызынан ажыратып, тек ақ уыздарын ғана ұзынша етіп кесеміз. Енді барлық ингредиенттерді іріктіреміз. Дәміне қарай тұз, бұрыш себеміз. Сонымен қатар аскөк, жасыл жуа мен майонез қосып араластырамыз. Осымен салатымыз дайын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.